елді жерді қорғаған батыр Қайсар атамыз, Талғат Бегелдинов атамызды баршаларыңыз білесіздер. Сол кісі әрдайым соғыс алаңына шыққанда әжесінің үйреткен дұғасын оқып шығатын болған. Сол атамыздың әрдайым оқитын дұғасын сіздермен бөліскім келіп отыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب بما جاء به من عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мағынасы нағыз күш-қуат ұлы да үстемді Аллада. Алла Тағаланың қалаған нәрсесі болады, ал қаламаған нәрсесі болмайды. Иман ол Алланың құзырынан. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға келген дінді тілмен айтып, әрі жүрекпен бекіту. Маша Allah kana ve ma lem yeşek lem yakun el-imanum ikrarım ve tasdiqun bil kalb bima cabihi min indillahi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dep. Mekanik Muhammed'dan da sonra işte okul aldım. Mağam ok demeydi.